Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Есімім Дина. Келе жатқан жаңа жыл мейрамы құтты болсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Бүгін мен сіздермен жаңа жылдық сыйлық туралы өз ойыммен бөліскім келіп отыр. Интернет желісінде әртүрлі сыйлықтар идеясы өте көп. Оның бірі маған қатты ұнады. Бір түстен жинақталған бірнеше сыйлық жасаймыз. Бұл сыйлықты өз сүйіктіме дайындап жатырмын. Сондықтан мен көк түсті таңдадым. Ол үшін мен осындай көк түсті қорап сатып алдым. Оның ішін әшекейлейтін қағазбен толтырып қойдым. Және осының ішіне көк түсті әртүрлі сыйлықтар сатып алдым. Көк түсті ұстара сатып алдым. Енді осы ұстараны осы қорапқа салып қоямын әдемі. Осындай шай ішетін көк түсті кружка сатып алдым. Ол өте әдемі және жүректердің серігі бар, маған қатты ұнап қалды. Оған да ұнайды деген ойдамын. Бетке арналған маска сатып алдым. Теріні сергітетін және ылғалдандыратын маска сатып алдым. Ол да көк түсті. Осы тақырыпқа келетін сияқты. Мен саламын. Көгілдір түсті иіс сабын сатып алдым. Маған ол қатты ұнады. Өзі сондай иісі де жақсы, түрі де сүйкімді. Осы иіс сабынды саламын. Әрқашанда керек сыйлық. Осыны саламын. Мен осындай кішкентай Nivea-ның кремін таптым. Өте сүйкімді, көк түсті. Көбінесе жалпы Nivea кремдерін бетке емес, көбінесе қолға жағуға өте ыңғайлы және қолды жақсы ылғалдандырады. Өзімен бірге тасып жүруге де өте оңай. Сүйкімді. Осында саламыз. Жаңа жыл мен үшін ол әрқашанда шоколад кәмпиттер, мандарин иісі. Сондықтан мен тәтті шоколадтарды да салуға ұйғардым. Әрине Қазақстан шоколадын саламын өзіміздің. Ол да көк түсті. Жақсы көрдіңіз. Milky Way шоколадын сатып алдым. Рахат фабрикасының осындай кішкентай тәтті кәмпиттері. Көк түсті, көгілдір түсті. Онда бұлай алып қоямын. Мінекей. Осылай көрінеді. Сіздер кез келген түсті таңдап, өз жақындарыңызға осындай міне керемет сыйлық жасасаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жаңа жылда кездескенше сау саламат.